Абзал Сапарбекұлы, біздің онлайн кездесуімізге қош келдіңіз. Қазіргі уақыт талабына сәйкес енді осындай онлайн кездесу өткізуге тура келіп отыр. Келісім бергеніңізге тағы да үлкен алғысымды білдіремін. Бүгінгі біздің студенттерімізге, жастарға арналған осы бір жақсы сұхбатқа бір куә боламыз деп ойлаймын. Сізге тағы да алғысымды білдіремін. Рахмет. Сіздерге де рахмет, осындай мүмкіндікті ұсынып, қазіргі технологияны қолданып, осындай жақсы сұхбат болады деген үміттемін. Сіздеріңізге сәттілік тілеймін. Үлкен рахмет. Құрметті студенттер, біздің құрметті көрермендеріміз, әріптестер, қосылып отырған жаңадан біздің бүгінгі онлайн сұхбатымызға қош келдіңіз. Әрине, біз енді журналист емеспіз, біздің енді оқу білім саласындамыз, тырысып бағамыз. Қандай да бір кемшіліктер болып жатса, әрине кешірім сұраймын. Алдын ала техникалық жағынан болсын, өйткені бұның алдын алу кейде мүмкін болмай жатады, бұл жау. Ал бүгінге сұхбатымызға оралатын болсақ, алдында айтып кеткендей, Абзал Сапарбекұлы біздің студент жастарымызға қандай бір осындай бір үлгі бағыт болатындай сұхбатты күтіп отырмын. Жалпы енді өзіңізден бастасаңыз, толығырақ өзіңіз жайлы мәлімет берсеңіз, оқуыңыз, біліміңіз жайлы, дипломатиялық қызметтегі өзіңіздің осы еңбек жолыңыз жайлы толығырақ біздің жастарымызға, бүгін бізді көріп отырған тыңдарманға, көрерменге айтып кетсеңіз. Рахмет. Сіздерге бүгінгі барлық осы телесұхбатқа, видеосұхбатқа қатысушыларға көп рахмет, барлықтарыңыз қош келдіңіздер. Түсінген бойынша кейбір түрік бауырларымыз да қарап отыр ғой деймін. Herkese merhaba buradan. Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah Kazakçayı anlayacaksınızdır. Ben bugün Kazakça konuşacağım. Жалпы енді өзім туралы атап өтетін болсам, енді өзім Қазақстан Жамбыл облысы Жуалы ауданы тумасымын. Жуалы ауданынан сол жерде дүниеге келген өзімді мақтаныш тұтамын. Қай жағынан болмасын да мақтаныш тұтамын. Жалпы Жуалы деген жердің жаннаты, сіздер білесіздер. Кейде бұлай біз жазда ауылға барған кезде Шымкенттен, Тараздан, Алматыдан қонақтар келеді тойға. Сол кезде Жуалыға келіп, кешке қарай жаурайды, өйткені енді таудың етегінде орналасқан аудан, табиғаты өте керемет. Сонымен қатар осы Жуалы, қасиетті Жуалы жерінде көптеген ұлы тұлғалар шыққан, олардың ішінде Бауыржан Момышұлы атамызды атап өтуге болады. Қазір енді Жуалы бұрын деп аталатын, Боранды деп. Баяғыда түркістік темір жол өтеді. Қазір Бауыржан Момышұлы атында ауыл болып өзгертілген. Жалпы 92 жылы... Сапарбекұлы, кешірім сұраймын, сіздің байланысыңыз кішкене нашар болып жатыр ғой деймін, біраз анық көрінбей жатыр. Қазір байланыста бір ақау болып жатыр. Қазір жөнделеді, реттеледі деген сенімдеміз. Қазір дұрыс па? Дұрыс естіліп тұр ма қазір? Иә, қазір дұрысталды. Дауысым дұрыс естіліп тұр ғой, да? Иә. Сол ауылдан 1992 жылы сол ұшып шықтық, білімімізді, мектебімізді тамамдап, сонымен Түркияға келдім 92 жылы. Осы Түркияда білім алдым. Түркияның Таяу Шығыс техникалық университеті деп аталады. Сол жерде халықаралық қатынастар бойынша білім алдым. Жалпы Middle East Technical University деп аталады. Бұл университет Түркиядағы ең үздік университеттердің бірі. Қазіргі таңда да әлемдік рейтингтерде Түркияның алдыңғы қатарлы университеттердің бірі болып саналады. Ол жағынан да өзім мақтаныш тұтамын осы университетте білім алғаныма. Одан кейін Қазақстанға қайтып оралдым. Белгілі бір уақыт жеке секторда жұмыс істедім. Бірақ енді негізгі мақсатым мемлекеттік қызметкер болып жұмыс істеу болатын. Бірақ енді оның бір реті келмеді да, сол уақытша болса да
жұмыссыз жүрмес үшін жеке секторда жұмыс істедім. Одан кейін Сыртқы істер министрлігіне жұмысқа кірдім 2000 жылы. Сол 2000-2003 жылдар Сыртқы істер министрлігінде жұмыс істеп, 2003 жылы Түркияға қызметке тағайындалдым. Осы жерде аташе, 3-ші хатшы, 2-ші хатшы қызметтерінде жұмыс істедім. Ұзақ мерзім, 5 жылдай уақыт. Қазақстанға қайтып келіп, Қазақстан темір жолында біраз уақыт жұмыс істедім. Көп емес, жарты жылдай уақыт жұмыс істеп, сосын қайтадан дипломатияға қайтып келдім. Женевада Қазақстанның тұрақты өкілдігінде кеңесші қызметін атқардым. Женевада 3 жыл қызмет атқарғаннан кейін Қазақстан Сыртқы істер министрлігіне емес, халықаралық ұйымға жұмысқа бардым. Бұл Стамбул қаласында орналасқан Түркітілдес мемлекеттер кеңесінің хатшылығы. Сол жерде бірінші жоба меңгеруші ретінде жұмыс істедім, сосын бас хатшының орынбасары ретінде. Міне Түркияға елші ретінде қызметке кіріскеніме биыл осы мамыр айында 3 жыл толды. Қазір сол Түркияда елші ретінде өзімнің дипломатиялық карьерамды жалғастырып жүрмін. Үйленгенмін, 2 ұл, 2 қызым бар. Ең үлкен ұлым 17 жасында, ең кіші қызым жақын арада, Құдай қаласа, 4 жасқа толады. Осындай жағдайымыз бар. Үлкен рахмет. Студенттеріміз естіп көріп отыр деймін. Барлығы еңбекпен келеді. Ешқашан жай жүрмей, бос жүрмей, барлық қызмет жолында да, осы кәсіби тұрғыдан да әрдайым даму керек. Енді Абзал Сапарбеков, сіз өзіңіз байқап отырғаныңыздай, біздің студент жастарымыз көбісі, мысалы, халықаралық қатынастар мамандығы болсын, шығыстану, түркітану мамандықтары болсын, дипломатиялық қызметке барғысы келеді. Жалпы өзін айтады ғой, жаңағында генерал боламын деп армандамаған солдат емес деп. Сол сияқты барлығы дипломатиялық қызметте өзімді сынап көрсем деген ойда. Сіз осы сіздің жолыңызбен жүргісі келетін студент жастарға не айтар едіңіз? Дипломатиялық қызмет жолын бастағысы келген, осы жолға түскісі келген жастарға қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Енді қазіргі таңда мысалы халықаралық қатынастар деген білім, бұл жалпы тек қана менің ойымша тек қана дипломатия емес, сондықтан бұл мамандықты алып, диплом алып шыққан іні қарындастарыма бір ақыл кеңесім, тек қана дипломатия деп ойламаңыздар халықаралық қатынастарда. Бұл дипломатияның сыртында саясаттанушы болуы мүмкін, немесе тіпті мүлдем басқа салаға да ауысып кетуі мүмкін. Сондықтан өздеріңізге бір шектеу қоймай, жан-жақты қарастыру қажет деп ойлаймын. Өйткені менің мысалы өзімнің әріптестерімнің ішінде диплом алып шыққан түрік әріптестеріміз ішінде сол 30-40 адамның ішінде тек қана бір 10 шақтысы ғана дипломатия жолын жалғастырды. Енді олардың ішінде қазір елші болып, бас консул болып жатқандар бар түрік дипломаттардың арасында. Бірақ негізінен көбісі жаңағы жеке қызметке кетті, жеке секторға кетті, банк секторына кеткендер бар. Немесе басқа мемлекеттік қызметтің қаржы саласына кеткен достарым бар. Ал енді тоқ етерін айтасын болсақ, дипломатия саласында жұмыс істегісі келетіндерге қандай ақыл кеңесіміз болады? Сұрақ сондай еді ғой да? Жалпы дипломатиялық қызметте немесе елшілікке баруда қандай біліктілікке ие болу керек жастар? Қандай білімге ие болу керек? Дипломнан бөлек. Жалпы енді менің бұл айтатын ақыл кеңестерім тек қана дипломат емес, барлық салада маман ретінде болу үшін келешекте бұның бәрі қажет деп ойлаймын. Бірақ енді кейбіреулері тек қана дипломатияға қатысты болуы мүмкін. Сондықтан дипломат деген, мысалы, бізде өзіміз университетте оқып жүрген кезде оның мән жайын қатты түсіне бермейтінбіз. Сол кезде ойлайтын нәрсе, мысалы, тарихты көбірек оқысам деген өзіме кейде бір не болады, бір өкініштер болады. Өйткені себебі бір нәрсе бар, ұмытпауымыз керек. Уақыт деген алтын нәрсе. Маған сол кезде жұмыс істейтін кісілер айтатын, сіздердің ең қазіргі нағыз алтын уақыт, бұл студенттік кездегі уақыт.
Өйткені жұмыс істегеннен кейін, жұмыс бастағаннан кейін, үйленгеннен кейін, үйде болғаннан кейін уақыт табу өте қиын деп айтады. Енді маған ол кезде онша қатты әсерлі болып көрінбейтін бұндай ақыл кеңестер, бірақ енді адам көре жүре бұны өзінің тәжірибесінен өткізеді. Сондықтан ең бірінші қымбат нәрсе меніңше уақыт деп ойлаймын. Сондықтан осы уақытты қазіргі таңда өте пайдалы қолдану керек. Дипломатия саласында қажетті нәрсе бұл білімді болу, жан-жақты білімді болу. Тарих болсын, тіл болсын, мысалы діндер тарихы болсын, мәдениетті, өркениеттер тарихы болсын, әртүрлі елдердің арасындағы қарым-қатынастар тарихы болсын, немесе мысалы жеке тұлғалар тарихы болсын. Осы аспектілерге өте терең мұқият көңіл аудару қажет. Бұны бір не ретінде өзіңе бір қинап үйретудің қажеті жоқ. Бұны хобби ретінде үйренсеңіздер тіпті жақсы болады. Мысалы менің бір дипломатияда әріптесім бар, өзіне хобби ретінде бұны өзін баулып өсірткен. Барлық саясаткерлердің мысалы биографияларын жатқа біледі. Абзал Сапарбекұлы, сіздің байланысыңызда. Байланыстамын онда, маған бір телефон келіп қалды соны. Сондықтан бірінші сол ақыл кеңесім осылар, екіншісі емес, бәрінен де маңыздысы дипломат өзінің елінің тарихын, халқының салт дәстүрін, тілін, өнер музыкасын жақсы білу керек деп ойлаймын. Өйткені бұл сіздің бір артықшылығыңыз болады. Дипломат ретінде сыртқа барған кезде әртүрлі кештер болуы мүмкін, кездесулер болуы мүмкін. Сол кезде сіз өзіңіздің халқыңыздың ана тілінде сөйлеп, оның тарихын жақсы біліп, оның мәдениет, салт дәстүр ғұрпын таныта білсеңіз, домбыраны алып шерте білсеңіз, ол сізге плюс болып саналады. Сондықтан даже мысалы мен өзім кейде өкінемін, мысалы домбыра үйренбегеніме, домбыраның бір 2-3 күйін үйреніп алсам да қандай керемет нәрсе болар еді деп ойлаймын. Осыған терең назар аудару керек деймін. Әрине тіл ол онсыз да түсінікті нәрсе. Бірінші кезекте жаңағы ағылшын тілін өте жетік білу керек. Өйткені бұл қай жерде болмасын керек нәрсе. Одан кейін басқа тілдерді үйрене білу керек. Мысалы түрік тілі болуы мүмкін, қытай тілі болуы мүмкін. Осы мәселелерге көңіл аудару керек деп ойлаймын. Енді айта беретін болсақ өте көп ақыл кеңестер. Енді дипломатия саласында тағы бір үйренген нәрсе, мысалы дипломатия дегенде ойлайсыздар. Меніңше ең үлкен дипломатия бұл елдер арасындағы дипломатиядан бұрын адамдар арасында дипломатиялық қарым-қатынас жасай білу. Өзіңіздің досыңызбен, құрбы-құрдасыңызбен, көршіңізбен, әсіресе туған-туысқандармен бұл дипломатия деген жалпы негізде осылай қалыптасады. Адамдармен сөйлесе білу, олармен әңгіме дүкен құру, сыйласа білу қабілеті. Егер осыны дағдыға айналдырсаңыздар, онда келешекте дипломат ретінде қызмет атқарған кезде сол ұжымның ішінде де осы сізге өте көп пайдасы болады. Сосын басқа елдердің дипломаттарымен, немесе басқа елдің азаматтарымен жұмыс істеген кезде де өте көп пайдасы болады. Біз дипломатикалық этикет деп айтамыз ғой, мысалы. Дипломатикалық этикет деген бұл жай қарапайым адамгершілік этикетінен шығады. Егер сіз адам ретінде өзіңіздің адамгершілік этикетін сақтай білсеңіз, онда ол көп жағдайда дипломатиямен ұштасып жатады. Осыған көп көңіл бөлу керек. Кейде мысалы дипломаттармен кездесіп атамыз, біреу сөз сөйлеп отырды да бір дипломат келді де арасына кірісіп кетеді, мысалы. Ол деген мысалы дипломатиялық этикетке қатысы жоқ, жай адами этикеттің бір көрінісі. Сондықтан енді қысқаша айтатын болсақ осы қазіргіне. Тағы да бір маңызды нәрсе бұл дипломатиялық қызметте жазу және аналитикалық қабілетті шыңдау. Біз көбінесе университетте оқып жүрген кезде енді берілген сабақтарды жаңа жазып, конспектісін жазып, емтиханда береміз. Бірақ меніңше
бұл жазу қабілетімен бірге аналитикалық қабілетті де кеңейту керек деп ойлаймын. Аналитикалық қабілет, жазу стильдері өте әртүрлі емес. Негізгі, мысалы, академиялық карьерада жүргендер жақсы жазады. Мысалы, кіріспе бөлімді жазады, сосын мән жағдайды түсіндіріп айтады. Әрине, бұлардың бәрі дипломатиялық қызмет кезеңінде тәжірибе ретінде қалыптасады, бірақ сонда да әрбір азаматтың бір несі болу керек, стержені болу керек, жаза алу қабілеті. Сондықтан оны қазіргі таңдан дағдыланып, өз-өзіңізді шыңдау қажет деп ойлаймын. Қысқаша осы, енді басқа да айтатын ақыл кеңестеріміз көп, мүмкін басқа сұрақтар кезінде де жауап береміз. Үлкен рахмет. Жалпы жастарымыз көбісі ойлайды, дипломатиялық қызмет ол тек қана бір жақсы, бір өте көркем, жақсы жағынан ғана көрінетін бір қызмет түрі деп. Әрине, әр салада өзінің қиындықтары кездесіп жатады. Сіздің осы елші ретінде дипломатиялық қызметте, халықаралық байланыста, ел мен елдің арасындағы қарым-қатынаста қандай қиыншылықтар, қиындықтар кездесіп жатады, осыны айтып кетсеңіз. Енді дипломатиялық қызметте ең үлкен қиындықтардың біреуі, мысалы, енді Қазақстанда жұмыс істеген кезде, кәдімгі мемлекеттік қызметте жұмыс істегендей жағдайда туған туысқаныңыз қасында, әріптестеріңіз бар, енді уақытыңызды әртүрлі қолдана аласыз. Бірақ енді дипломаттың бір ерекшелігі бұл шетелде жұмыс істеу. Шетелде жұмыс істеудің әрине жақсы жақтары бар. Бұл ел көресіз, жер көресіз, әртүрлі адамдармен танысасыз. Бірақ бір қиыншылық жері, сіз бәрібір өзіңіздің туған жеріңізден алыс жерде жүресіз. Сондықтан бұл жерде сіз бірінші кезекте, енді мен оны студент кезімнен ақ сезіндім, өзіңіздің туған туысқандарыңызды сағынасыз, әке-шешеңізді сағынасыз. Сол кезде жаңағы ауылда жүріп, соларға көрсете алмаған жаңағы қызметтеріңізді өкінесіз кейде. Сондай жағдайлар болуы мүмкін. Енді бұлардың бәріне дайын болу керек, әртүрлі жағдай. Бұл тек қана психологиялық тұрғыдан өз-өзін жетілдірген күшті адам ғана бұл жүкті көтере алады. Сондықтан бірінші кезекте өз-өзіңізді психологиялық тұрғыдан жан-жақты дамытуыңыз керек. Шыңдай білуіңіз керек, еңбекқорлыққа болсын, шыдамдылыққа болсын, сабырлыққа болсын. Бір жағынан өзіңізді философиялық тұрғыдан жан-жақты дамытуыңыз керек. Әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Егер сіз кейбір жағдайларға философиялық тұрғыдан қарастырмасаңыз, қиындыққа төтеп бере алмауыңыз мүмкін. Оның тағы бір маңызды аспектісі, бұл дипломатия елшіліктерде жұмыс істегенде, маған бір аға буын дипломатымыз айтып еді, шетелде бұл кішкентай бір туған туысқандардың коллективі сияқты дейді. Өйткені адам көп емес қой, бар жоғы бір 7-8-10 шақты дипломат жұмыс істейсіз. Күнде бір адамдарды көресіз, мысалы. Кей жағдайда болады, мысалы, семьяларыңыз бір жерде тұрады, бір ғимаратта тұрады. Сондықтан біз бұл коллективте жұмыс істеген кезде, бір туған туысқандардың ішінде жұмыс істеген сияқты, сондай қарым-қатынас болу керек, яғни сыйластық болу керек. Сол сыйластыққа үйрену керек. Жаңағы сын көтере білу деген өте маңызды аспект. Өйткені сіз кішігірім дипломат болып келген кезде, сізге елшіден бастап үлкен аға дипломаттар сын айтуы мүмкін. Жалпы адамның бір несі өз-өзіңізге әзілқой қарай білу қабілетіңізді дамытуыңыз керек. Ол қалай деген сөз? Мысалы, менің үлкен балам бар, бір сын айтсам көтер алмайды да, ренжіп қалады, не болып қалады. Сосын мен оған постоянно айтамын, балам деймін, сен өз-өзіңе кейде не қыл деймін, өз-өзіңе әзілде, сен осындайсың, мұндаймын. Сонда саған біреу бір әзіл қалжың айтқан кезде, немесе сын айтқан кезде, сен оған дайын боласың, етің үйренеді. Қалжыңды көтере білу, сынды да көтере білу, ол үлкен бір қасиет. Сондықтан сол жағынан да маңызды қиын кездеріміз болды, қиналған кездерім болды, мысалы. Сол кезде кейбір аға дипломаттарымыз маған осындай өзінің өмірлік тәжірибелерін үйреткен кездері болды. Солар есінде қалыпты мен.
жастар өзіне бір түртіп қойды деп ойлаймын. Қалай осындай қиын бір қыстау кезеңдерде қиыншылықтарды қалай шешуге болатын, жалпы психологиялық тұрғыдан да, философиялық тұрғыдан да толыққанды адам болуға тырыссаңыз, сонда қызметтік, кәсіби қиыншылықтарды жеңуге оңай болатын сияқты. Дұрыс айтасыз. Ал келесі сұрағымыз сіздің енді кәсіби қызметіңізге оралсақ, бүгін сіз Қазақстан Республикасын Түркия мемлекетінде танытып жүрсіз. Екі ел арасындағы байланыстырушы өкілетті төтенше елшісіз. Қазіргі Қазақстан мен Түркия арасындағы байланысқа, қарым-қатынасқа қандай баға бересіз? Жалпы қазіргі бауырлас қазақ-түрік қарым-қатынастары болсын, осыдан 29 жыл бұрынғы қарым-қатынастарымыз болсын, бұның бәрі ең негізгі қарым-қатынастарымыздың фундаменті бұл бауырластық қарым-қатынастар. Біз әрине Қазақстан ретінде мен өзім жаңа кеңестер кезеңінде білім алдым. Сол тәуелсіздіктің алғашқы жылында ең бірінші тұңғыш түлектері болдым. Қазақ, өзбектер өзбек екен деп жүрдік. Осы жаққа келіп барлығымыздың түп тамырымыз, тарихымыз, мәдениетіміз, тіліміз ұқсас екенін түсіндік. Сондықтан бұл жерде Түркияның қасындағы мына Сирия жанжал болып отыр. Ол бойынша біз де өзіміздің көмегімізді көрсетіп, Астана үрдісі жалғасып жатыр. Осыдан 4-5 жыл бұрын Ресеймен жаңағы ұшақ кризисі болған кезде елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің жаңағы бітімгершілік рөлін ұсынды. Егер елбасы болмағанда Түркия мен Ресей арасындағы қарым-қатынастар осындай қысқа мерзімде өзінің қайтадан қалпына келмейтін деді. Соның арқасында қазір екі ел арасында достық қарым-қатынастар қайта жанданып отыр. Өте көп елдеріміздің арасындағы символикалық мәнге ие факторлар, фактілер. Мысалы, Түркия елбасымыздың ең бірінші шетелге сапары Түркияға болған. Сол сияқты біздің тәуелсіздігімізді ең алғашқы танығандардың бірі, мойындағандардың бірі Түркия Республикасының парламенті болып саналады. Ең алғашқы Қазақстанда ашылған елшілік Түрк елшілігі, біздің де шетелдегі ең алғашқы ашылған елшілігіміз осы Түркияда болған. Осындай көп символикалық мәнге ие фактілер бар. Сондықтан қазіргі қарым-қатынастарымыз саяси тұрғыдан болсын, әсіресе мәдени-гуманитарлық тұрғыдан болсын, өте жоғары деңгейде деп есептеуге болады. Енді бір міндетіміз тұр, ол екі ел арасындағы сауда-экономикалық, инвестициялық қарым-қатынастарды сол жаңа саяси, мәдени-гуманитарлық қарым-қатынастар деңгейіне жеткізу. Ол бойынша жұмыстар жыл сайын өсіп жатыр, атқарылып жатыр, бірақ әрине мақсаттарымыз үлкен ол бағытта. Жақсы, үлкен рахмет. Жалпы Түркиямен байланыста, яғни біздің бауырластық факторымыз өте үлкен рөлді ойнайды, солай ғой? Екі ел арасындағы екі ұлт осы түпкі жалпы тамырымыз түркі болғандықтан. Рахмет жауабыңызға. Осы екі ел арасындағы ресми түрде дипломатиялық байланыс орнағаннан кейін бірнеше халықаралық Қазақстан мен Түркі елі бірлескен. Қазір ұйымдардың қандай бізге бір пайдасын атқарып жатыр, сол жайлы айтып кетсеңіз. Енді екі ел арасындағы халықаралық қарым-қатынастар тұрғысынан көптеген халықаралық ұйымдар бар. Олардың ішінде Азияда өзара ықпалдастық ұйым болсын, ислам ынтымақтастық ұйым болсын, экономикалық ынтымақтастық ұйым болсын, Тегеранда орналасқан, немесе Шанхай ынтымақтастық ұйым болсын. Енді бұлардың бәрі өз алдына бөлек ұйымдар, бірақ бұлардың ішінде бұларға қоса ерекше дара ынтымақтастық ұйымдарымыз бар. Бұлар ең бірінші алдымен саяси ұйым болып табылатын түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесі, қысқаша түркі кеңесі деп аталады. Бұл кеңестің құрылуы тікелей елбасымыздың бастамасымен, дем беруімен, қолдауымен құрылған ұйым. Мен әлі есімде, осы 2005 жылы Анталияда ұзақ жылдар бойы түркітілдес лидерлердің саммиті өтпей қалды. Сонымен Анталияда
8-ші ма 7-ші ма саммиті өтті 3 жыл мерзімнен кейін. Сол кезде елбасы осы нақты осы түркі интеграциясына байланысты ұсыныстар айтты. Бұлардың ішінде мемлекет басшыларының бір тұрақты хатшылығын құру қажет деген сияқты. Екіншісі түркі іскерлер кеңесін құру. Сосын парламентаралық ассамблея құру мәселесі. Барлығы осы саммит кезінде елбасы тарапынан назарға ұсынылды. Одан кейін 3-4 жылдан кейін түркі кеңесі құрылды. Оның алдында Бакудегі түркі парламент ассамблеясы құрылды. 2010 жылы Қазақстанның елордасы қазіргі Нұр-Сұлтанда түркі халықаралық түркі академиясы құрылды. Стамбулда жаңағы түркі кеңесінің хатшылығы бар. Анкарада мәдениет, өнер саласында қызмет атқаратын Түрксой ұйымы бар. Әрине Түрксой ұйымда кішкене басқашалау, оның ішінде тек қана тәуелсіз мемлекеттер ғана емес, түркі тілдес. Сонымен қатар Ресей Федерациясындағы автономиялық республикаларда оған мүше болып табылады. Жалпы бағыттар нақты белгіленген. Түркі тілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесі, түркі кеңесі бұл жалпы координациялық бір ұйым болып табылады. Саяси, экономикалық негізгі мәселелермен айналысады. Ал елорда Нұр-Сұлтандағы халықаралық түркі академиясы бұл түркология саласында, тарих саласында, жаңағы ғылым саласында, жалпы түркі өркениетіне байланысты не болса, қандай сала болсын, тілден бастап музыкаға шейін осының бәрін ғылыми тұрғыдан айналысатын үлкен бір орталыққа айналды. Жалпы біз бұнымен өзімізді мақтаныш сезінбеу керек. Жалпы халықаралық түркі академиясы деген бұндай академия өзі неде халықаралық ынтымақтастық тұрғысынан, дипломатия тұрғысынан өте сирек кездесетін механизмдердің біреуі. Екіншісі жаңағы Бакуде құрылған парламентаралық ассамблея бар. Сонымен қатар Бакуде түркі жаңағы мирас қоры деп фонд құрылды. Анкарада жаңа Түрксой бар. Түркі төрағалары мүше, төрағаларының жаңағы төрағалығымен жұмыс істейтін бір ұйым. Жалпы қазіргі таңда мына түркі тілдес ынтымақтастық кеңесінің жаңа бір не алуы, екпін алуы, Өзбекстанның бұл ұйымға мүше болуымен атап өтуге болады. Өздеріңіз білесіздер, өткен жылы Бакуде өткен осы саммитке Өзбекстан мүше болып кірді. Сонымен оның алдында Венгрия бұған бақылаушы мемлекет ретінде қатысқан болатын. Енді былай айтсақ, жалпы ұйымның жаңағы мүшелері барлығы бір жерге жиналды деп есептеуге болады. Тек қана Түркменстан ғана мүше емес. Алдағы уақытта Түркменстанда мүше болғаннан кейін жалпы түркі тілдес мемлекеттер үлкен жобаларды одан әрі қарастыруды жалғастыра береді деген ойдамын. Жалпы қазіргі таңда қандай жобалар қарастырылып жатыр деген сұраққа келетін болсақ, осылардың ішінде мысалы ортақ туристік пакет ұйымдастыру. Мысалы Қазақстанға барған кезде ары қарай Қырғызстан, Өзбекстанға да бару, ортақ виза, турист, сосын мысалы ортақ транспорттық дәліздерді жетілдіру, мысалы соған байланысты мысалы Баку, Тбилиси, Карс темір жолы ашылды, сол іске қосылды. Енді оны Ақтау арқылы Қытайға шейін созып жетілдіру, ортақ кеден жұмыстары, сосын ортақ инвестициялық қор немесе банк құру мәселелері осылардың бәрі күн тәртібінде жүргізіліп жатыр. Жақсы, яғни бұл ұйымдар біздің екі ел арасындағы байланыстарда маңызды бір рөлді атқарып жатыр екен, иә? Осы Түркия мен Қазақстан байланысын жалғастырсақ, жалпы Түркия мен Қазақстан арасындағы байланыстарда, экономикалық байланыстарда импорт емес экспорт, яғни Қазақстаннан Түркияға шығарылатын тауар көлемі көп екен. Осы ретте Қазақстаннан қандай тауарлар, қандай басқа да заттар немесе экспортталады, және қазіргі экспорт пен тауар айналымының көлемі қаншалықты? Біздің бір межелеген жобамызға жеттік па? Осы екі ел арасындағы мынандай бір санға жетуіміз керек деген жоспарға қол жеткізе алдық па?
Жалпы Қазақстан мен Түркия арасындағы экономикалық сауда-саттық қарым-қатынастар 91 жылы 30 миллион доллардан басталды. Қазіргі таңда өткен жылдың статистикасына сәйкес 3,1 миллиард долларға жетті. Бұл бір жылғы сауда айналымымен салыстырған кезде 25-30%-ға артты. Жалпы біздің мақсатымыз жақын келешекте бұл сауда айналымын 5 миллиард долларға, ұзақ мерзімде, орта мерзімде 10 миллиард долларға шейін жеткізу. Дұрыс айтасыз, біздің негізгі сауда айналымда біздің пайдамызға, үлесімізге тиесілі. Сауда айналымының басым 2 миллиардтан 2,3 миллиарды бұл Қазақстанның экспорты болып саналады. Бірақ өкінішке орай Қазақстан экспортында көбінесе бұл біздің экспортымыздың 80%-ға жуығы бұл шикізат өнімдері болып табылады. Бұлардың ішінде мұнай өнімдері, сосын кішкене өңделіп сатылған, мысалы қорғасын, мыс, алюминий сияқты сондай өнімдер. Одан кейінгі өнімдер ішінде, кішігірім өнімдер ішінде азық-түлік өнімдері бар. Астық өнімдері, жаңағы әртүрлі бұрыш өнімдері деген сияқты соңғы жылдар сондай өнімдердің экспорты өсіп келе жатыр. Ал біз импорттайтын тауарлардың ішінде негізінен біз Түркиядан ең көп импорттайтын тауар номенклатурасы бұл мұнай химия өнімдері, жаңа құрылыс саласында қолданылатын текстиль, сосын жаңа құрал жабдықтар өнімдері, әртүрлі завод фабрикаларда қолданылатын техникалар жаңағы осы үш негізгі 60%-ін құрайды, қалғандары әртүрлі тауарлардан құралады. Негізгі мақсатымыз біздің Қазақстанның экспорттық әлеуетін арттыру. Осыған байланысты қазіргі таңда біз Түркия экономика министрліктері арасында екі елдің әрбір ел өздерінің экспорттай алатын тауарларын шығарды. Мысалы, біз Түркия өзінің экспорттай алатын тауарлар, олар оны қалай шығарады? Мысалы, Қазақстанның импорттайтын тауарлар үлгісіне қарайды да, сосын өздерінің экспорттайтын тауарларын шығарып, мысалы, біз мысалы Қазақстаннан мынандай импорттайдық, біз мынаны экспорттай аламыз. Сол сияқты бізде Түркияның сырттан сатып алатын тауарларын қарап шықтық, біз өзіміз қандай тауарларды өндіре аламыз. Қазіргі таңда екі ел арасында осы тауарлар номенклатурасын салыстыру жұмыстары жүріп жатыр. Солар салыстырып біткеннен кейін, ол салыстыру деген өте ұзақ жұмыс, сертификаты бар, несі бар, сапасы бар. Одан кейін оның жаңа бағасы бар, логистикасы бар, транспортировкасы бар. Ұтымды бағамен экспорттай аламыз ба, немесе импорттай аламыз ба? Осы мәселелердің бәрі қарастырылу керек. Өзара жаңа тауар айналымызды арттырамыз деген ойдамыз. Келесі бір жұмыс бұл экспорттық бағыттың сыртында елшіліктің бұл инвестиция тарту жұмысы. Ол бойынша да үлкен негізгі жұмысымыздың 50%-дан көбісі осы инвестицияға арналады. Сондықтан ол бойынша да Түркиядан Қазақстанға келіп жатқан инвестициялар көлемі жыл сайын өсуде. Мысалы, 2019 жылын алып қарайтын болсақ, Түркиядан Қазақстанға 400 миллион долларға жоқ, яғни 360 миллион долларға тікелей инвестиция келді. Бұл жалпы осы уақытқа шейін келген ең жоғарғы көрсеткіштік инвестиция. Мақсатымыз енді осы қазіргі жағдайға байланысты, коронавирус, ковид жағдайына байланысты осы инвестицияның тұрақтылығын сақтап қалу. Осы бағытта жұмыстарымыз жалғасып жатыр. Рахмет. Алдағы уақытта Қазақстаннан экспортталатын өнім түрі шикізат емес, дайын өңделген өнім болатынына сенеміз. Келесі сұрағым, Түркия басшылығы 2023 жылы өзін экономикалық даму тұрғысынан әлемдегі ең экономикалық әлеуеті жоғары 10 елдің қатарына кіруді жоспарлаған болатын. Осы тұрғыда Түркияның жоспары орындалуда ма? Әлеуеті қалай Түркияның бұл жолда?
иә, дұрыс айтасыз. Әрбір мемлекет өзінің мақсат мүддесін қоюы тиіс. Түркия Республикасының мысалы негізін қалаған Мұстафа Кемал Ататүркті алатын болсақ, ол кісінің де өзінің мақсаттары болған. Мысалы Түркияны өркениеттер мемлекеттер қатарына қосу. Сондықтан жаңа батыс елдермен қарым-қатынастарын бірінші басымды бағыт ретінде есептеген. Қазіргі биліктегі Түркияның басты мақсаты бұл 2023 жылы алғашқы жаңағы әлемдегі ең озық 10 елдің қатарына қосылу міндеті тұр. Әрине бұл жөнінде көптеген талас тартыстар бар. 2023 жыл деген міне 3 жылдан кейін 2023 жыл болады. Түркия осы межеге жете ала ма деген. Қазіргі таңда Түркия экономикасы тұрғысынан әлемнің 17-ші, кейбір статистикада 19-ші болып жүреді, 17-ші, 19-ші мемлекеттердің арасында. Әрине бұл әлемде күшті мемлекет болу тек қана экономикаға байланысты емес, түрлі басқа салаларға да байланысты. Оның ішінде білім, ғылым бар, инновация бар, IT технология деген бар, денсаулық сақтау саласы бар, қазіргі таңда өте маңызды. Осылардың бәрін бірге қарастырған кезде Түркияның үлкен потенциалы бар деп есептеуге болады. Бірақ 2023 жылы бұл межеге жете ма, жетпей ма, ол жағынан экономикалық мамандар әртүрлі пікір айтылуда. Енді жалпы алғанда мен Түркияның көптеген региондарын араладым, өндіріс орындарын араладым. Шын мәнісінде Түркияда заводтарын, кәсіпкерлерін қарасаңыз, үлкен потенциалдар өте үлкен. Сол потенциалдарды одан әрі дамытып, жағдай қалыптастыратын болса, Түркия қысқа мерзімде осы өзінің мақсаттарына жетеді деген сенім бар. Жалпы халық өзі сенеді осындай неге жету үшін. Түркияның жалпы экономикасына қарайтын болсақ, Түркия экономикасының 30% бұл өндіріс саласының үлесі, 56% бұл қызмет саласы. Сіздер қызмет саласын білесіздер. Оның ішінде ең бастысы туризм саласы бар. Өткен жылы Түркияға рекордтық деңгейде 40 миллионнан астам турист келді. Одан 30 миллиард доллардай пайда түсті. Енді биыл әрине туризм тоқтап тұр әзірше. Қазір барлық елдер үшін экономикалық тұрғыдан жағдай онша қатты көңіл толтырарлық емес, алаңдаушылық жағдай бар. Түркияда да бар бұл. Өйткені ол бұлардың Түркияның бірінші сауда серіктесі Европалық одақ болып табылады. Европалық одақтың ішінде де қазір әртүрлі кризистік жағдайлар жүріп жатыр. Сондықтан көреміз, әзірше қазіргі таңда мына ковид індетінің салдарлары нақты сезінуде, Түркияның ішінде де экономикалық тұрғыдан. Енді бұл індет қаншалықты ұзақ созылады, соған байланысты болады алдағы уақытта. Рахмет, жауабыңызға. Жылда мынандай жоспарларымыз бар, инвестиция тарту деген сияқты. Естіп тұр ма? Естіп тұр. Біраз атап кеттіңіз, бірнеше жоспарларымыз бар осы Қазақстан мен Түркия байланысы жағынан. Осы инвестициядан басқа, тағы да экономикалық байланыстардан басқа мәдениет немесе білім саласында қандай да бір алдағы атқарылатын жұмыстар жайлы айтып кете аласыз ба? Тағы да қандай жобалар алдыда күтіп тұр бізді? Жалпы биыл ең үлкен жобаларымыздың біреуі бұл Абай және Әл-Фараби ата-бабаларымыздың осы жерде Түркияда мерейтойларын, оларды таныту бойынша іс-шаралар ұйымдастыру. Біз олар бойынша жылдың басында бірқатар шаралар ұйымдастырдық, университеттермен, білім орталықтарымен. Қазіргі таңда Абай атамыздың еңбектерін, Әл-Фараби туралы еңбектерді, кітаптарды аудару жұмыстары жалғасып жатыр. Жылдың аяғында олардың кейбіреуі тамамдалады деген ойдамыз. Бұның сыртында Қазақстан мен Түркия арасында осы жердегі тұрып атқан қазақ қандастарымыздың оларды қолдау бойынша отандастар қорымен жұмыстарымыз жүруде. Оның ішінде осы жерде отандастар қоры немесе қазақ үйі, немесе қазақ мәдениет орталығын ашу сынды қазір жұмыстар басталды. Енді бұның бәрі әрине қаражат мәселесіне келіп тіреледі.
Сондықтан осы қаражат мәселесі, жалпы жұмыс істеу механизмдері анықталғаннан кейін ол жұмыс бойынша да жұмыстар жалғасады. Түркияда жалпы 20 мыңға жуық біздің қазақ қандастарымыз бар. Олардың басым бөлігі жаңағы Стамбул қаласында шоғырланған. Басқа қалаларда да бірен-саран тұратындар, бірақ енді кейбіреуі бір шамасы осы Түркиядан Европаға көшіп кеткендер бар. Осы жұмыстарды атап өтуге болады. Оның сыртында мысалы университеттер арасында байланыстар, олар өзінің жаңа тұрақты деңгейінде жалғасуда. Оған елшіліктің бір үлкен атсалысатындай қажеттілігі де жоқ қазіргі таңда. Бұлар жұмыс механизмдері бәрі тұрақты түрде қалыптасқан. Сондықтан өздері барып, өздері келіп, өздері конференция, семинар өткізіп, ондай жалғаса береді. Кейде қарап отырамыз, біз білмейтін бірнеше сондай конференциялар, семинарлар өтіп жатыр. Оның сыртында мысалы жаңа халықаралық Түрксой болсын, Түрк академиясы болсын, соның шеңберінде де жұмыстар жүріп жатыр. Оның сыртында жыл сайын осында Қазақстанға, немесе Түркиядан Қазақстанға, Қазақстаннан Түркияға келетін мысалы оқушыларымыз бар. Биылда 300-ге жуық мемлекеттік стипендиямен осында түлектеріміз келеді деп күтіп отырмыз. Оның сыртында жеке өздері келетіндер де бар. Түркиядан барып оқитындар бар. Оның басында Алматыға, сіздердің университетке барып оқитын түрік бауырларымыз бар. Сосын Түркістанға барып оқитындар бар. Оның сыртында әртүрлі телеарналар арқылы ынтымақтастығымыз, ақпарат агенттіктер арасындағы ынтымақтастығымыз бар. Мысалы, екі ел арасында деректі фильмдерді өзара аудару, мультфильмдерді өзара аударып көрсету, фильмдерді көрсету сияқты. Мына ковид шықпастан бұрын біз осында Томирис фильмнің үлкен галасын жоспарлаған болатын Стамбул қаласында, бірақ өкінішке орай оны енді кейінге қалдырдық. Фильм апталықтары болсын, кітап апталықтары, олар жаңағы жоспарлы түрде жалғаса беретін жұмыстар. Мүмкін алдағы жылдары Түркияның Қазақстандағы мәдени күндері мүмкін өтуі мүмкін. Өйткені соңғы рет осы жерде Қазақстанның мәдени күндері өткен болатын. Енді кезекте меніңше Түркияның мәдени күндері өту керек Қазақстанда. Рахмет. Осы екі ел арасындағы байланыста соңғы жаңалықтардың бірі бұл енді әуежайға қатысты жаңалықтар. 2019 жылы әлемдегі ең ірі әуежайлардың бірі Стамбул әуежайы іске қосылып қызмет көрсете бастады. Бүгінде бірнеше күн бұрын біздің Алматы әуежайы түркі бауырларымыздың қолына өтті. Біз не күте аламыз? Қандай пайда күтеміз? Оңды шешім ба осы? Жалпы енді оңды шешім, бұны енді шешімді берген әуежайдың өзінің иелері, әрине. Олар жан-жақты қарастырды деп ойлаймын. Жалпы менің өзім жеке пікіріме келетін болсақ, мен жалпы бұл компанияны былай жақсы танимын. Былай Қазақстанға инвестор ретінде келуіне біраз жұмыс жүргіздік. Тек қана осы әуежай саласында емес, басқа салаларда да болсын. Бірақ негізгі жұмыстары бұл компанияның, ТАВ компаниясының әуежай. Жалпы тек қана Түркияда емес, дүниежүзі бойынша осы Алматымен бірге 19 халықаралық әуежайлар бар. Францияда бар, Грузияда бар, Түркияда бар, Мысырда бар, бірнеше қалаларда бар. Олардың ішінде, мысалы, ең үлкен әуежайы Стамбул әуежайынан бұрын Ататүрк әуежайы болады. Сол Ататүрк әуежайын осы компания басқарып келді соңғы 20 жыл бойынша. Қазір, мысалы, Анталияда әуежайды солар басқарады, сосын Анкарада әуежайды. Енді ұзын сөздің қысқасы, бұл компанияны өзінің саласында кәсіби маман компания ретінде санауға болады. Бұлар тек қана осы халықаралық жолаушы және жүк тасымалы әуежайлардың менеджменті, басқару үлгісімен айналысады. Бұл жерде бізге қандай қосымша пайдасы келуі мүмкін? Жалпы мынандай тұрғыдан қарау керек. Мен өзім жалпы кейде Алматы әуежайы арқылы ұшқан кезде өзім кейде
жаным ашиды Алматы әуежайын көрген кезде. Келіп, мысалы, Баку әуежайын қараңыз, Бакуге ұшқандар болуы мүмкін, мысалы. Немесе Түркиядағы әуежайларға қараңыз, қандай керемет, бәрі өзінің тәртібімен, ретімен, әдемі, қызметі болсын, сапасы болсын, барлығы тиянақты түрде ұйымдастырылған. Сондықтан осы әуежайдың ең бірінші көмегі мына қызмет көрсету жағынан біраз көмегі болатын шығар деген ойдамын. Соған сенімдімін. Өйткені әуежайларды басқару өте жан-жақты функционалдық міндеттерді қажет ететін нәрсе. Қызметінен бастап, тазалығынан бастап, қауіпсіздігінен бастап, әртүрлі операцияларға шейін жан-жақты операциялар. Адамның бір ағзасы сияқты, сіз соны дұрыс жұмыс істеткізбесеңіз, ол әуежай дұрыс жұмыс істемейді. Бұл біріншіден. Екіншіден, бұл әуе компанияның өзінің жалпы халықаралық өзінің бір аудиториясы бар, өзінің беделі бар. Сондықтан өзімен жұмыс істейтін әуежайлар, әуе компаниялар бар, мысалы. Енді бұл әуежай келіп Алматыға ашқаннан кейін, менің ойымша басқа әуе компанияларды қызмет көрсету сапасы артады деген үмітпен жаңа әуе компаниялар, жаңа маршруттар ашылуы мүмкін. Жалпы алғанда Алматы әуежайының жолаушы тасымалы 6 миллионнан асып түседі. Енді бұл кісілердің мақсаты осы жолаушы тасымалын 10 миллионға шейін жеткізу, плюс 4 миллионға шейін жеткізу. Бұл дегеніміз не? Туристерді тарту керек көбірек. Ол әрине тек қана әуежайдың міндеті емес, ол қаламен бірге отырып жұмыс істейтін нәрсе. Тағы бір ең басты нәрсесі, бұл кісілер қазіргі әуежайды сатып алып, сол жерде отырып, соны басқару емес, қосымша 200 миллион долларлық инвестиция салуды жоспарлап отыр. Жобалары дайын, эскиздері, нелері бәрі дайын. Жаңа халықаралық терминал ашуды жоспарлап отыр. Жолаушы жүк тасымалдайтын халықаралық терминал. Бір жаңа жолаушылығын арттыру, екінші Алматы қаласыны жүк тасымалының хабына айналдыру. Біз бұл жерде ұмытпауымыз керек, біз аймақта тек біз жалғыз емеспіз. Алматы тек қана жалғыз қала емес. Алматымен бәсекеге түсе алатын, басқа да оқырмандар түсінетін шығар, басқа да қалалар бар бәсекеге түсе алатын. Сондықтан бұл жерде біз қазіргі таңда осы бәсекені жоғалтып алмауымыз керек деген ойдамын. Сондықтан осы Алматы әуежайын дамытуымыз керек, жаңа туристер алып келу керек, жүк алып келу керек. Осы тұрғыдан жалпы пайдалы болды деген пікірдемін. Енді инвесторлар барлық өздерінің қойған мақсаттарына жете алады деген сенімдеміз. Біз де Қазақстан үкіметі ретінде бұған барынша қолдау көрсетуіміз керек. Жалпы бөтен адамдар емес, өзіміздің түрік ағайындар осы нені инвестициялық жобаны жүзеге асырайын деп отқан. Қалай болғанда да түрік ағайындарға біздің не дейді ғой, өтінішіміз де, талабымыз да қай жағынан болсын келісе аламыз, өтеді. Бұл компанияның иесін, президентін бірнеше мәрте кездескенбіз, жақсы танимыз. Жалпы Қазақстанға көзқарасы өте оңды. Кейде мен енді бұл кісі мүмкін бұл оғанды оқып кетейін. Түркі халқы түркияттарға көзқарасы қандай дейді? Қана қазақтар емес, басқа халықтарда өте көп қоныстанған. Бұлардың ішінде жаңағы қырғыздар бар, көшіп келген, Ауғанстаннан көшіп келген ауған халықтары бар, ұйғырлар бар, тағы қандай халықтар бар, ноғайлар бар, татарлар бар. Жалпы алғанда енді түріктердің өздері кішкене жаңағы қандары қызу ұлтшыл халық болғанымен, былай жалпы алғанда түркі халықтарына көзқарастары өте жақсы. Оның ішіндегі жалпы қазақ қандастарымыздың бұл жерге көшіп келуді де өте, қандай дейді, өте өкінішті, сондай қиын жағдайда көшіп келген. Жаңа көзге жас алып еске алады кейде осында қазақ қандастарымыз. Олар Қытайдан, жаңа Қытайдың сол кездегі жүйесінің зұлымынан қашып, жаңа Тибетті асып, Индияға барған ол жолда жаңа қыстың ортасында таудан көшкен кезде жаңа 60-70% жаңа суыққа шыдамай сол кезде үсіп қайтыс болғандары бар.
Одан Индияға барып, Индияда соғысып, содан Пакистанға өткен. Сөйтіп 1970 жылдары Түркияның премьер-министрі Пакистанға барған кезде, сол жақта қазақтар келіп, премьер-министріне осындай өтініш жасаған екен, бізді Түркияға көшіріп аласыздар ма деп. Содан Түркия үкіметі сол азғантай қалған үйді сол Түркияға көшіріп алып келіп, осы жерде үй беріп, жұмыс беріп, қазір сол аман сау қалып, өсіп өніп жатыр осы жердегі. Олардың ішінде алдыңғы қатар жаңағы профессор, доктор болып жатқан ағайындарымыз бар. Ол кісілерді жақсы танитын шығарсыздар. Сосын мемлекеттік қызметте бірен-саран жұмыс істеп жеткен, енді орта буын мемлекеттік қызметкер ретінде жұмыс істеп жүргендер бар. Орташа деңгейде жаңағы кәсіпкерлікпен айналысып жүргендер бар. Немесе үлкен компанияларда жаңағы орта буын басқару сатысында жұмыс істеп жүрген қазақ қандастарымыз бар. Енді бір ғана өкініш, бұлар қазір енді Түркияда қаншасыншы, үшінші, төртінші буын өсіп келе жатыр қазір. Мысалы, үшінші буындар 30-ға жақындап қалды. Алғашқы келген жаңа ата әжелердің көбісі қайтыс болып кетті, дүниеден өтті. Кейбіреулер ғана тұрып отыр. Қазіргі тұрып жатқандардың көбісі Түркияда жаңа туып өскендер. Енді мынау екінші буын қазақтар, бұлар қазақша білет, мәдениетін, салт дәстүрін жақсы білет. Тілді де жұмсақ тілмен сөйлейді, қазақшаның жұмсақ тілмен сөйлейді. Бірақ мына үшінші буын 30-ға дейінгі жастар көбісі қазақша білмейді, қазақ тілін ұмытып баратыр. Сол үлкен мәселе болып тұр. Ол үшін қазақ мемлекет ретінде бұларға жұмыс жасауымыз керек, қолдау көрсетуіміз керек. Алып қазақша оқиын десе, бізде Кирилл әліппесімен жазылған. Латын әліппесімен жазылса, мысалы, кітаптар таратып, неғып оқытуға мүмкіндік бар еді. Жалпы бұл бойынша енді жұмыстар жүргізілуде. Кейбір қазақ жас осы диаспора арасынан балаларымызды Қазақстанға лагерьге жіберіп отырамыз, мысалы. Енді оны көбірек жасау керек. Квота беріледі олардың Қазақстанда университеттерде оқуына байланысты. Жалпы алғанда Түркиядағы түрік бауырларымыздың қазақтарды былай бөліп жарып қарамайды, жақсы қарайды. Қарым-қатынастары, сыйластықтары өте жақсы. Араларында жаңа саясаткер қазақ қандастарымыз да бар, саясатта жүрген. Олар да өзінің бір дәнекерші рөлін ұсынады. Қысқашасы осы. Жақсы, рахмет. Мына жерде кезекті студенттер, мында тыңдармандар тарапынан сұраққа берсек, Абзал мырзаға бір сұрақ қоюға рұқсат еттіңіз. Дипломатиялық қызметті бастау үшін шығар, жас шектеуі бар ма дейді? Өте жақсы сұрақ. Ешқандай жас шектеуі жоқ, бірақ мен өзім дипломатияға кірген кезде бір шектеу болды. Конкурсқа қойылған талаптардың ішінде қызмет істеу тәжірибесі болу керек деген бір параграф тұрды. Сонда мен өз-өзіме ішімнен айтатын, өкпелеп, сонда мен ешқандай мемлекеттік қызметке алмасаңыздар, мен мемлекеттік қызметтік тәжірибені қайдан жинаймын деп. Бірақ өзінің сәттілігімен, ол мемлекеттік қызмет тәжірибем болмаса да, мен сыртқы істер министрлігіне конкурстық немен өттім. Өте неден референт ретінде бастадым. Оның да бір өзіндік сондай не дейді ғой, тарихи сәті болды. Сол кезде сыртқы істер министрлігінде Түркия бағытында жұмыс істеп жүрген, Түркиядан бітіріп кеткен азамат осы Түркияға қызметке тағайындалды. Сол кезде сыртқы істер министрлігінде түркше білетін бір маман керек болды. Мен де дәл сол уақытта конкурсқа кірген болатын. Сол кезде есімде қалып қаптым. Сыртқы істер министрінің орынбасарын сол бір аптадан кейін қайтадан шақырып, мен енді сыртқы істер министрлігіне болды кіре алмаймын деп уайымдап жүргем. Шақырып, сөйтіп ретімен сыртқы істер министрлігіне жұмысты бастап кеттім. Жалпы алғанда қазіргі таңда ешқандай шектеу қойылмайды. Енді кейбір қызметтерге жұмыс тәжірибесі шектеу болуы мүмкін. Мысалы 2 жыл, 3 жыл.
жалпы негізінен алғашқы кіретін кезде қандай да бір жас немесе мемлекеттік қызмет тәжірибесі шектеуі жоқ. Тек қана талаптар болуы мүмкін, қосымша жаңа тіл білу, жаңа дипломның үздік болу сияқты, немесе кейде алдын ала жаңағы тағы бір нәрсе атап өтетін, бұл оқып жүрген кезде егер сыртқы істер министрлігінде тәжірибеден өтсеңіз, ол да сіздерге кейін мемлекеттік қызметке кіру кезінде өте жақсы пайдасы болады. Жақсы. Тағы бір сұрақ бар екен, Түркия елінің беріліп жатқан гранттық бағдарламалары өте көп. Осы бағдарламамен оқыған жағдайда шет елдің жастарына жұмыспен қамту қаншалықты қарастырылған дейді. Яғни Түркияда жұмыспен қамтамасыз етілу қарастырылған ба деп сұрақ қойған болуы мүмкін. Рахат. Жалпы негізінен енді бізде өзіміз студент болдық. Түркияда оқып жүрген кезде бізде ойлайтынбыз осы жұмыс істеп, сабақ жоқ кезде жұмыс істесек деп. Бірақ негізінде Түркияда оқу өте қиын, қай жерде болмасын, мысалы Қазақстанда да қиын, Түркияда тіпті қиын. Сондықтан оған оқып жүріп жұмыс істеуге ешқандай уақыт болмайды. Ол бір нәрсені таңдау керек. Оқу керек, немесе жұмыс істеу керек. Заңды түрде ешкім жұмыс істей алмайды, оқып жүріп, өйткені оған рұқсат берілмейді. Енді жасырын түрде жұмыс істейтіндер бар шығар. Ол жаңа жұмыс берушілердің де несіне пайдасына, өйткені салық төлемейді, жаңағы медициналық страховка төлемейді, сондықтан кейде заңсыз түрде жұмыс істейтіндер бар. Ол бірақ енді әртүрлі жұмыстар, ондай бір керемет жұмыстар деп айта алмаймын. Оның сыртында былай жұмыспен айналысуға болады, оқып жүрген кезде жаңа аудармашы ретінде жұмыс істеуге болады, немесе әртүрлі конференциялар болуы мүмкін, сол жерде жаңағы ары-бері көмектесіп неғылатын, қызмет ететін жұмыстар болуы мүмкін. Ондайларға енді шектеу қойылмайды. Менің ойымша, бұл студенттің сұрайын дегені, осы грантпен оқу бітіргеннен кейін сол жақта білім алып, диплом алған қазақ жастарына жұмысқа орналасу қаншалықты мүмкін деген сұрақ болу керек. Енді бұның бәрі бітірген университетіне, қалай бітіргеніне байланысты. Жалпы негізінде Түркияда оқып, жақсы білім алып, жақсы университетте білім алсаңыз, жұмыс жеке сектор, жеке компанияларда жұмыс іздеуге болады. Өйткені Түркияда компаниялардың көбісі осы Қазақстан мен Орталық Азия мен Ресей бағытында сияқты осы бағытта жұмыс істейтін компаниялар. Сол бағытта жұмыс табуға болады. Оның сыртында Қазақстанға келіп, түрік компанияларында жұмыс істеуге болады. Ондай мүмкіндіктері бар. Жақсы бір мүмкіндігі, пайдасы, ол жұмыс табу кезінде біршама өзінің плюстары бар. Жақсы. Түркиядағы Қазақстан елшілігіне ағылшын тілімен жұмысқа тұру мүмкіншілігі бар ма дейді. Және түрік тілін міндетті түрде меңгерген болу керек пе дейді. Жалпы негізінен ондай заң бойынша, тәртіп бойынша ондай бір талап жоқ. Міндетті түрде Түркияда елшілікте жұмыс істеу үшін түрік тілін білу керек деп. Бірақ мен өзім жеке елші ретінде міндетті түрде түрік тілін білетін мамандарды алуға тырысам. Өйткені Түркия қаншалықты Европа батыс мемлекеті болса да, күнделікті жұмыста көбінесе сол түрік тілінде қолданылады. Барлық мемлекеттік қызметкерлер қызметте болсын, әртүрлі байланыстарда. Сондықтан түрік тілі міндетті түрде қажет. Жалпы Түркияда ағылшын тілінде газет, журналдар, телеарналарда өте аз, бірен-саран, бір газет, бір журнал деген сияқты, бір телеарна деген сияқты. Сондықтан түрік тілін білу міндетті нәрсе Түркияда. Жақсы. Тағы бір сұрақ бар екен. Қазіргі таңда елімізде әлемдік университеттердің филиалдары ашылуда дейді. Түркия университеттерінің елімізде ашылып көбеюі қарастырылуда ма? Яғни Түркия университетінің филиалын ашу жоспарлар бар ма? Білім интеграциясының деңгейі қандай дейді? Жалпы негізінде Түркиядан Қазақстанда онлайн білім бере алатын университеттер ашу талпынысы бар. Бірқатар университеттер қазір Қазақстанда барып онлайн оқытатын
сондай бөлімшелер ашқысы келеді сол Қазақстаннан студенттер, немесе тағы бір осындай тәжірибе бар. Бір жағынан Қазақстанда университетте оқып жүресіз, екінші дипломыңызды мысалы Түркиядағы университеттен онлайн алуға болады. Ондай негізінде жұмыстар бар. Оны әрбір университет жеке-жеке өзі бұнымен айналысады. Негізінен бір мемлекеттер арасында ортақ университет құру, ол өзіңіз білесіз, Түркістанда халықаралық Қожа Ахмет Яссауи атындағы Қазақ-Түрік университеті бар. Оның сыртында бір жаңа университет, немесе Түркиядан Қазақстанға келіп университет құрады деген ондай әлі естіген жоқпын. Ондай менде ақпаратым жоқ. Абзал Сапарбекұлы, сізге бағанадан бергі берген сұхбатыңызға өте үлкен алғыс білдіремін. Түркиямен екі ортадағы байланыс жөнінде де, Түркияның дамуына қатысты да біраз ақпарат бердіңіз. Енді соңғы сұрағымды қойсам сізге, түрік тілін, жалпы Түркияны жақсы меңгерген жастар, мамандар қаншалықты қажет? Себебі бізде мұнда түрік тілін оқитын студенттеріміз бар, екі ойлы болып жүрген студенттеріміз бар. Менің мамандығым қаншалықты қажет деп жүрген студенттеріміз үшін қандай, не айтар едіңіз? Жалпы мамандықтан бұрын тіл білудің ешқандай кемшілігі жоқ деп ойлаймын. Тіл қанша қазір технологиялар дамып, мысалы қазір өткенде жазады, осыдан 6 жылдан кейін енді тіл білудің де қажет жоқ, бәрі не ретінде технологиямен аударма жасалынады. Бірақ былай отырып, біз қазір сіздермен мысалы Инстаграм арқылы сұхбаттасып отырмыз, ал көзбе-көз, жүзбесіз сұхбаттасқанның, жиналыс өткізгеннің орны мүлдем бөлек. Тілде сондай. Тілді өзіңіз меңгеруіңіз тиіс. Түрік тілі бұл жалпы негізінде келешегі бар тіл. Мамандық ретінде сізге жаңағы кәдеңізге асуы мүмкін, аспауы мүмкін, ол басқа мәселе. Бірақ жалпы өзіңіздің мәдениетіңізді, жаңағы адамдармен байланысыңызды кеңейткіңіз келсе, өзіңіздің жаңағы дүниетанымыңызды, мәдениетіңізді кеңейткіңіз келсе, сізге келешекте өте көп пайдасы болады. Неге? Мысалы, түркі тілдес халықтардың саны шамамен 200 миллионнан асып түседі осы Еуразия кеңістігінде. Мысалы, сіз түрік тілін білсеңіз, автоматты түрде Азербайжан тілін білесіз. Түркмен тілін мүмкін құлаққа бірінші кезекте түсінбеуіңіз мүмкін, бірақ оқысаңыз түркмен тілінде түсінетін боласыз. Қазір мысалы қиын түсініп жүрген өзбек тілін 80-90%-ға шейін жақсы түсіне алатын боласыз. Сол сияқты жаңағы татарлардың тілін жақсы түсіне бастайсыз, Қазандағы татарлар емес, алыстағы татарлар. Түріктерге де сондай нәрсе. Мен түріктерге де айтамын, сіздер жалпы түркі халықтарымен жақсы, олар жаңағы ортақ тіл деп айтқанды жақсы көреді. Мен айтамын, ортақ тіл деген нәрсе, ол нәрсені ұмыту керек. Ортақ тіл деген нәрсе болмайды. Әркімнің өзінің тілі бар қазіргі таңда. Ол біздің байлығымыз. Ортақ байланыс тілі, ортақ ақпарат тілі, ортақ мәдениет тілі деген болуы мүмкін. Ол әрбір мемлекеттің өзінің өркениетін, мәдениетін, технологиясының даму жаңағы сатысына, үлгісіне, деңгейіне, сапасына байланысты. Егер біз қазір қазақ тілі өркениетіміз бәрі жақсы дамып жатса, онда бәрі қазақ тілін үйренуге тырысатын болады. Сонда түріктерге айтамын, бізге бір байланыс тілі ретінде қарастыруға болады. Бірақ сіздер қазақ тілін немесе басқа түркі халықтарын жақсы түсінгілеріңіз келсе, бірінші кезекте қазақ тілін үйреніңіз. Қазақ тілін үйренсеңіздер, қырғызша жақсы түсінесіздер. Жаңа Қырым, Татарстан татарларын жақсы түсінетін боласыз, ноғайларды жақсы түсінесіздер. Ар жағында жаңа Алтай тілдерін жақсы түсінесіздер. Оны солай түсіндіріп, сондықтан бұл жерде түрік тілін солай қарастырған дұрыс. Өзіңізге хобби ретінде қазір бір тіл білу жеткілікті емес, бірнеше тіл білу керек. Енді Түркия бағытында осы жұмыс істейін десеңіз, сізге өте көп пайдасы болады. Ғылым саласында, мысалы, түркология саласында жұмыс істейміз десеңіз, ол міндетті түрге сізде қажет нәрсе. Мысалы, Түркияның саясаттанушы маманы болғымыз келесіз, немесе Азербайжанның, немесе Өзбекстанның бір саясаттанушы маманы болғым келеді десеңіз, ол міндетті түрде сізге түрік тілінің бір пайдасы болады. Рахмет, үлкен Абзал Сапарбекұлы.
осы сұрақтың жауап бергеніңізге. Көптеген студенттеріміз екі ойлы болып жүрген, түрік тілі маған керек па, болашаққа керек емес па деп жүрген, өзінің сұрағына жауап алды деген ойдамын. Сізге бүгінгі сұхбатыңызға, онлайн кездесуге үлкен рахмет. Алдағы уақытта да мүмкіндіктер болып жатса, тағы да тақырыпқа бізді шақыруға дайынбыз, егер келісім берсеңіз. Уақытыңызды бөліп, осы біздің жастарымызға, студенттерімізге ақыл кеңесіңізді айтып, біраз ақпарат бергеніңізге тағы да алғысым білдіремін. Рахмет. Бүгін бізде онлайн кездесуде, тағы да қайталап өтейін, Қазақстан Республикасының Түркия мемлекетіндегі төтенше және өкілетті елшісі Абзал Сапарбекұлы қонақта болды. Мен де сіздерге көп рахмет айтам, осы сұхбат, осы мүмкіндікті бергендеріңіз үшін. Жалпы жаңа ең бірінші сұрақты айттыңыз ғой, көп ақыл кеңестер болды. Бірақ солардың ішінде бір ұмытып кеткен бір өзімнің тәжірибемді бөлісе отырайын. Бірінші кезекте әрқайсыңызда армандарыңыз болсын. Арман әрдайым биік болу керек, арманшыл болу керек, бірақ қиялшыл болмаңыздар, арманшыл болыңыздар. Екіншісі, мақсат мұраттарыңыз болсын. Бірақ мақсат мұраттарыңыз өте биік болмасын. Мақсат мұраттарыңыз қолжетімді мақсат мұраттар болсын. Бірақ армандарыңыз биік болсын. Арман биік болса, әрбір мақсат мұраттың бір